Бисмилля, қалдарыңыз қалай? Мен бүгін пирогтардың тестісін жасап көрсететін боламын. Ең алдымен бізге бірінші сортты бір жұмыртқа қажет болады. Бір жұмыртқаны осылай жақсылап араластырып аласыздар. Бірінші осы видеодағыдай міндетті түрде жасаңыздар, сонда сіздің пирогтарыңыз өте керемет болып шығады. Енді екінші кезекте біз қантымызды салатын боламыз. Мен қазір сіздерге граммдарын көрсететін боламын. Осылай граммдарын өлшеп саласыздар. Мен 100 грамм саламын. 100 грамм болды ровно. Енді кезекте жұмыртқамыз бен қантымызды жақсылап араластырып аласыздар, кішкене ағарғанша. Осы жасап жатқан тестіміз барлық пирогтарға да бола береді, тек сіздер салмасын ғана өзгерте аласыздар. Барлық пирогтардың тестісі осылай болады. Екінші кезекте біз бөлме температурасындағы еріп тұрған сары майымызды салатын боламыз. Қазір мен сіздерге граммын көрсететін боламын, қанша грамм салатын. Мен сары майды 100 грамм саламын. Міне болды, ровно 100 грамм болды. Енді кезекте біз осы үшеуін жақсылап араластырып аламыз. Бірінші сары майын ертіп алуымыз керек, осылай езіп. Сіздерде миксер болса, миксердің көмегімен араластырып алсаңыз болады. Мен венчиктің көмегімен араластырып жатырмын. Менің алтын көрермендерім, менің видеомды міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Сосын осы видеоға өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Сіздердің пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Енді кезекте біз електен өткізілген ұнымызды салатын боламыз. Міндетті түрде електен өткізіп алыңыздар. Мен ұнымды 200 грамм саламын. Ровно 200 грамм болу керек. Не болды? 200 грамм. Енді кезекте біз үстіне разрыхитель салатын боламыз. Разрыхительді мен 1 шай қасықта толтырып салатын боламын. Примерно 10 граммдай болады. Енді барлығын жақсылап араластырып, бірінші біз ұнымыз бен разрыхительді осылай үстінде араластырып аламын да, содан кейін барып біз қамырымызды ары қарай илейтін боламыз. Өте қатты да емес, жұмсақ та емес етіп илеп аласыздар. Осылай қолдың көмегімен жақсылап илеп аласыздар тестілеріңізді. Осы тестімді мен илеп болғаннан кейін холодильникке 30 минуттай қойып қаламын. Егерде сіздер үйде көп дайындап қоямын десеңіздер, осылай көп етіп тестісін дайындап морозилкеге салып қойсаңыздар болады. Біздің тестіміз 2 айға дейін сақтала береді. Сондықтан көп етіп жасап қойсаңыз болады үйде. Міне біздің тестіміз дайын болып қалды. Өте қатты емес, жұмсақ та емес болды. Енді біз осындай пакетке орайтын боламыз. Сіздерде осындай пакет болса, осындай пакетке салсаңыздар да болады. Мен осылай көп етіп үйге дайындап қоямын. Холодильникке салып қоя беремін. Сосын салмасын салып,
пирогымызды дайындай береміз ары қарай. Қонақ келерде сіздер осындай тестісін бір күн бұрын дайындап қойсаңыздар болады. Менің барлық тестіларым дайын болып қалды. Енді осыны мен морозилкеге салып қоя беремін. Сіздермен болған Гүлжайнар, сау болыңыздар.